Алматыдағы ең биік үйдің төбесіне шығамыз. Бұл тапсырма маған батылдан берілген болатын. Бірінші этажға дейін лифтпен түстім де баспалдақтың подъездіне қарай көтерілдім. Или міндім, или кірдім. В общем, білмеймін, түсініп алыңдар. Балам үйде 5 минут отыра тұршы, мен бірінші этаждан бастап 16 этажға дейін шығып келейін деп айтсам, жоқ мама, баспалдақтан мен де мінем, сенің қасыңда жүрем, үйде қалмаймын деп бұл да шықты. Керемет, сен бір адамға емес, екі адамға тапсырма берген сияқтысың ше. Баламыз екеулеп тұрып орындап жатырмыз ғой сенің берген тапсырмаңды. Бұл тапсырма мен үшін түк те қиын болған жоқ. Спортпен айналыспасам да, дәл осы тұста керемет саған өзім тапсырмамды бере кетейін. Сен де мен сияқты спортпен айналыспай үйде отырған сияқтысың. Сол себептен 100 рет приседания жаса. Көріп тұрғаныңдай барлығын четко, ясно бәрін түсіріп жатырмын. Мінекей, сен де тура мен сияқты видеоға барлығын санап тұрып түсір. Құрметті достар, барынша лайк басып, комментарий қалдырып мені қолдап кетіңіздер. Ең бірінші болып 20 000 оқырманға біз жетейік. Көріп тұрғаныңдай мінекей 16 этажға да келдік. Мынаның төбесі крыша, енді бұл жақ жабық, шыға алмаймыз. Табиғатты қарасаңыздар, өте әдемі, өте керемет болып тұр ғой. Осымен тапсырмам орындалды. Балам айтқанмын ғой, балам енді лифтпен үйге түсе салайық десем жоқ дейді. Содан баламыз екеуміз өзіміздің этажға дейін баспалдақпен түстік. Ал достар, мені қолдап TikTok, YouTube, Instagram парақшаларыма тіркеліп алыңыздар. Всем пока.